Барлығыңызға сәлем. Менің YouTube каналымдағы алғашқы сабағым саналатын және саналмайтын зат есімдер тақырыбына арналады. Бұл тақырыптың бірінші сабағы. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қазақ тіліндегі саналатын және саналмайтын зат есімдер сияқты ағылшын тілінде де саналатын және саналмайтын зат есімдер деп бөлінеді. Мысалы, қазақ тілінде саналатын зат есімдер санмен қолдануға болады, санауға болады, ал саналмайтын зат есімдерді біз көпше түрге қоя алмаймыз, санай алмаймыз. Сол сияқты ағылшын тілінде де зат есімдер солай екіге бөлінеді. Countable nouns, яғни саналатын зат есімдер. Бірден мысал келтіріп түсіндіріп өтейін. I eat a banana every day. I eat a banana every day. Мен күнде бір банан жеймін. Бұл жерде зат есім banana. Banana жекеше түрде тұрған зат есім. I like bananas. Мен банандарды жақсы көремін. Bananas S жалғануынан көпше түрде тұр. Яғни біз банана сөзінің екі түрін көріп тұрмыз, жекеше және көпше. Демек, саналатын зат есімдер жекеше және көпше түрде жүреді. Саналатын зат есімдерді сандармен қолдануға болады, яғни санауға болады ат айтып тұрғандай. 1 pen, 2 pence, 3 pence, 4, 5, 20 pence, 1000 pence болып санала береді. I have only 1 pen. Менде бір ғана қалам бар. 1 pen, бір қалам. Give me 2 blue pens, please. Маған 2 көк қалам беріңізші, өтініш. 2 pens, 2 қалам. Яғни саналатын зат есімдер бұл жерде. Pen, саналатын зат есім pen. 2, 1 сияқты сандармен қолданылып тұр. Саналатын зат есімдер жекеше түрде n артикльдермен қолданылады. A beach, a student, an umbrella. A beach, жағажай. A student, оқушы. An umbrella, қол шатыр. Барлығы саналатын зат есім және n артикльдермен қолданылып тұр. Жекеше түрдегі саналатын зат есімдерді сөйлемде жеке қолдануға болмайды. Бұл не деген? Яғни алдында міндетті түрде артикль, есімдік, сын есім қолданылу керек. Ол the артикльдері болуы мүмкін. My, your, his, her есімдіктері болуы мүмкін. Немесе тағы да басқалар. Мысал мен түсіндіріп өтейін. Do you want a banana? Not do you want banana. Яғни, біз жай ғана do you want banana деп, banana сөзін ешқандай артикльсіз, есімдіксіз қолдана алмаймыз. Алдында есімдік немесе сын есім болу керек, артикль немесе. Бұл мысалда banana деп артиклімен қолданылып тұр. Келесі мысал. There has been an accident. Not there has been accident. Назар аударып қарасаңыз, accident сөзінің алдында n артиклі тұр. Яғни біз артикльсіз немесе есімдіксіз there has been accident деп айта алмаймыз. There has been an accident деп артиклімен қолданылу керек. Бірақ көпше түрдегі саналатын зат есімдерді сөйлемде жеке қолданса да болады. Яғни олардың алдына артикль немесе есімдік қою міндетті емес. Мысалы, I like bananas. Көпше түрде тұр. Жалпылама айтылып тұр. Ешқандай артикльсіз, есімдіксіз қолданылып тұр сөйлемде. Келесі мысал. Accidents can be prevented. Accidents. Ешқандай есімдіксіз, артикльсіз қолданылып тұр сөйлемде. Себебі көпше түрде тұрған зат есім. Саналатын зат есімдердің тағы бір ерекшеліктеріне тоқталайық. Көпше түрдегі зат есімдермен some, any сөздерін қолдануға болады. We sang some songs. Songs, әндер. Яғни
some сөзімен қолданылып тұрған әндер саналатын зат есім. Did you buy any apples? Apples, алмалар, саналатын зат есім. Any сөзімен қолданылып тұр. Ал many, few сөздері тек саналатын зат есімдермен жүреді. Бұл жерде мен неге тек сөзін қосқанмын, иә? Себебі some, any саналатын зат есіммен де, саналмайтын зат есіммен де жүруі мүмкін. Ал many сөзі тек саналатын зат есімдермен жүреді. Назарларыңыз салыңыздар, мысал келтіріп өтейін. Many сөзіне we didn't take many pictures. Сурет, pictures, суреттер. Many сөзімен қолданылып тұр. I have a few things to do. Things, few сөзімен қолданылып тұр, себебі things саналатын зат есім. Examples of nouns usually countable. Яғни, әдетте саналатын болып есептелетін зат есімдерге біраз мысалдар келтіріп өтейін. Kate was singing a song. A song. An. There is a nice beach near here. A beach. Жағажай. It wasn't your fault. It was an accident. An accident. Кездейсоқ оқиға. There are no batteries in the radio. Batteries. Батарея. We don't have enough cups. Cups. Кеселер немесе стакандар. Осымен саналатын зат есімге қатысты бөлім аяқталды. Келесіде біз саналмайтын зат есімді қарастырамыз. Түсінікті болды деген үміттемін. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып өтсеңіз болады. Ендеше саналмайтын зат есімдерді қарастырайық. Саналмайтын зат есім дегеніміз ат айтып тұрғандай санауға келмейтін зат есімдер. I eat rice every day. Мен күнде күріш жеймін. Rice. Rice сөзі бұл жерде саналмайтын зат есім ретінде қолданылып тұр. I like rice. Мен күріш жақсы көремін. I like rices деп айта алмаймыз. Себебі саналмайтын зат есімдерде жекеше және көпше түр деген жоқ. Олар бір ғана түрде қолданылады. Мысалы, rice, күріш сөзі тек қана rice болып қолданылады. Кез келген жағдайда. Жаңа айтып өткендей, I like rices деп айтуға болмайды. Саналмайтын зат есімдермен сан есім қолданылмайды. Мысалы, one rice, two rices деп айтуға болмайды. Саналмайтын зат есімдермен артикльдерді, яғни an артикльдерін қолдануға болмайды. Біз a sand, a music, a rice деп айтпаймыз. Біз жай ғана sand, music, rice деп қолданамыз. Бірақ саналмайтын зат есімдерге және мына жерде есептеу сөзі of тіркесін пайдалануға болады. Яғни есептеу сөзі дегеніміз не? Ол мысалы бір стакан, бір қап, бір пакет деген сияқты сөз болуы мүмкін. Мысал қарастырайық. A bowl of rice. Немесе a packet of rice. A grain of rice. Яғни rice сөзімен, rice саналмайтын зат есіммен a bowl, a packet, a grain сияқты есептеу сөздері қолданылып тұр. Яғни бір құты күріш, бір пакет, бір қап немесе күріш. A rice деп айтпаймыз, бірақ a bowl of rice деп айтсақ болады, немесе a packet of rice деп айтсақ болады. Саналмайтын зат есімдерді сөйлемде жеке қолдануға болады. Яғни, жаңа мен айтып өттім, саналатын зат есімдерді міндетті түрде артикльмен немесе есімдікпен қолдану керек деп, жекеше түрде. Ал саналмайтын зат есімдерді сөйлемде жеке қолдансақ болады, яғни the артиклін, my, some деген сөздерді қоймай-ақ пайдалануға болады. Мысалы, I eat rice every day. Мен күнде күріш жеймін, иә? Rice еш нәрсесіз қолданып тұр. Алдында артикль де жоқ, есімдік те жоқ, сын есім де жоқ. Жай ғана өзін қолдануға болады.
There is blood on your shirt. Сенің кеудешеңде қан тұр, иә? Бір тамшы қан мысалы. Blood, қан. Қарасаңыздар, алдында ешқандай артикль, есімдік, я сын есім жоқ. Яғни саналмайтын зат есімдерді жеке өзінен өзі қолдануға болады. Can you hear music? Сен музыканы естисің бе? Music. Music сөзінің алдында ешқандай артикль, сын есім, я болмаса есімді көріп тұрған жоқпыз. Жеке қолданылып тұр. Келесі бір ерекшелік. Саналмайтын зат есімдермен some, any сөздерін қолдануға болады. Саналатын зат есімдермен де қолдануға болады, саналмайтын зат есімдермен де қолдануға болады. We listen to some music. Music саналмайтын зат есім, some сөзімен қолданылып тұр. Did you buy any apple juice? Juice саналмайтын зат есім, any сөзімен қолданылып тұр. Бұл жағдайда сұрақ туындауы мүмкін. Саналатын зат есім ба, саналмайтын зат есім ба, біз қайдан білеміз, егер some, anyмен қолданылып тұрса деген. Мағынасына қарай ажыратуға тура келеді. Келесі бір қасиет. Much, few сөздері тек саналмайтын зат есімдермен жүреді. Саналатын зат есімдермен many жүрсе, саналмайтын зат есіммен much жүреді. Ал few екеуімен де қолданылады. Жаңа айтқандай, оны мағынасына қарап ажырату керек. We didn't do much shopping. Shopping саналмайтын зат есім. Much сөзімен қолданылып тұр. I have a little work to do. A little work. Work саналмайтын зат есім. Little сөзімен қолданылып тұр. Examples of nouns usually uncountable. Әдетте саналмайтын болып есептелетін зат есімдерге мысал келтіріп өтейін. Kate was listening to music. Music саналмайтын зат есім. There is sand in my shoes. Sand. Do you have any money? Money ақша, я саналмайтын зат есім болып есептеледі. It wasn't your fault. It was bad luck. Luck сәттілік деген сөз. Яғни саналмайтын зат есім. There is no electricity in this house. Electricity. Электр қуаты. Саналмайтын зат есім. We don't have enough water. Water су. Саналмайтын зат есім.